Сәлеметсіздер ма достар? Бүгін панкейк дайындаймыз. 2 жұмыртқаға қант қосып, қант ерігенше жақсылап венчикпен араластырамыз. Қантымыз еріген соң сүтімізді құямыз. Сүт болмаса айран қолдануыңызға да болады. Ас содасını салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Үш ас қасық күнге бағыс майына қосамыз. Бір тегіс видеодағыдай масса болғанша жақсылап араластырамыз. Табамызды орта алауда қыздырып аламыз. Орта алаумен панкейктерімізді бетінде пузыры пайда болғанша пісіреміз. Қол жетімді заттармен өте жұмсақ, дәмді панкейктер дайын болды. Рецепт ұнаған болса лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірлеріңізді комментарияда күтіп қаламын.